Медицина саласындағы жаңа жүйенің тиімділігі мен қажеттілігін түсіндіру барысында сала мамандары Сырдария ауданына қарасты Бесарық, Қоғалкөл ауылдарында болды. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бұл денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік мүдделерді қорғаудың мемлекеттік жүйесі. Қазақстанның барлық сақтандырылған азаматтарына, жынысына, жасына, әлеуметтік мәртебесіне, тұрғылықты жеріне, табысына қарамастан тең дәрежедегі медициналық және дәрілік көмекті қамтамасыз етеді. Еліміз үздік халықаралық тәжірибені ескере отырып, медициналық сақтандырудың аралас моделін енгізетін болды. Бұл жүйе денсаулық сақтау саласының қаржылық тұрақтылығын, медициналық қызметкерлердің жоғары сапасы мен қолжетімділігін жүзеге асырады. Алдағы міндетті сақтандыру қорына жақсы өздеріміздің үлестерімізді қосуымыз керек халық тұрғындарының. Яғни ауырмай алдын ал деген мақсаттағы жағдайлар жасалынып жатыр. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында сақтандырылған азаматтарға жоғары технологиялық медициналық қызметтер көрсетіліп, стационарды алмастыра алатын тетіктер қолданылады. Сонымен қатар ұзақ мерзімді мейіргерлік күтімдер жасалады. Бұған қоса, егер азаматтар ерікті сақтандыруға қатысатын болса, жүйеде қарастырылмаған медициналық көмектерге де қол жеткізе алады. Тұрғындардан туындаған сауалдардың басымы ол әлеуметтік қорғалмаған топтар. Яғни мүгедектер, 18 жасқа дейінгі балалар, Ұлы Отан соғысының ардагерлері, майдангерлері, міне осы сияқты топтарға мемлекет тарапынан 2018 жылдың қаңтарынан бастап төлейтіндігі жөніндегі біз нақты осы түсініктемелерді бердік. Және сол сияқты барлық санаттағы тұлғалардың да қанша жарна төлейтіндігі жөнінен. Емдеу орындары осы жүйеге білікті медицина қызметкерлерін дайындап, халыққа сапалы медициналық көмек беру. Жүйенің де мақсаты халықтың орташа өмір сүру ұзақтығын асырып, өмір сүру сапасын жақсарту. Бұл жүйеге медицина қызметкерлерінің сақадай сай болуы шарт. Себебі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру экономикалық қарым-қатынастарға негізделген жаңа жүйе. Соған байланысты басқару да өзгереді. Халық пен медицина қызметкерлерінің қарым-қатынасы да өзгеретіні сөзсіз. Осы ретте жаңа жүйеге қатысты ауыл тұрғындары көкейдегі сауалдарын жолдап, тұшымды жауаптар алды. Балауса Қасымханқызы, Алпамыс Әшірбеков, Қанат Махамбетов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан.